Досым айтады, Бауыржан деген жақын бір туыс ағамыз көлік апатына ұшырап, қарсы жақтан соғылған машинаның жүргізушісі қаза болды. Талдықорған жақтың кісісі екен. Тұрақты жерін анықтаған соң, нағашы ағаларымен бірге анашым да кетті кешірім алуға. 2 күннен кейін қайтып келді. Сондағы дастархан басында айтқаны: суық қарсы алды бізді. Түсініп тұрмыз, адамынан, тұтас әулетті асырап отырған азаматтаны айырылу оңай деймісің. Бірақ Құдай басқа бермесін. Қарағандары өңменіңнен өтеді. Көрісіп шыққан соң үйге бөлек бір бөлмеге алып кірді. Көзімізбен жер шұқып отырмыз. Кісі аяғы басылып, саябырсығанда бауырлары кірді әуелі. Түтіп жеп қоятындай жүздерінен ызғар шашып тұр. Артынша әйелі кірді марқұмның. Сабырынан сезімі жүйрік әйел зат емес пе? Кіре салақ ойбайға басты. Рөлде болған кім, көрсетіңдер маған. Жолында өлейін, ойбай жолында өлейін, қайсың деймін. Мынау деп ишараласа тап беретіндей еліріп тұр бейбақ. Есіміз шығып кетті. Ана Бауыржан байғұстың өңі мүлде боп-боз болып кетті. Дәп бұлай болар деп ойламаған екенмін. Жүрегім атқақтап, басым шыңылдап кетті. Аллай, өзің сақта, дей бердім іштен. Осы кезде тынышталыңдар түге, деген зілді дауыс естілді есік жақтан. Қарасақ, кимешегінің сыртынан қара жамылған, жас шамасы 80-нің төңірегіндегі кейуана кіріп келеді екен. Сәл еңкіш тартқан бойын таяғына сүйеніп тіктеп ұстаған күйі қарсы алдымызға келіп жайғасты. Салмақты сұспен бізге жағалай қарап алды да: қай елдің адамы боласыздар, деді. Алматы облысынан апа, Суан, оның ішінде Қараменді елінің баласымыз. Арамыздағы үлкеніміз Сабыр аға тіл қатты. Бәйдібектей бәйтеректің бұтағымыз, домалақтай ананың жұрынымыз деңдер. Апа. Ал, айт отырыңыздар, жағдай қалай болған? Жағдай болар болмас күрсінген Сабыр аға сөзін жалғады. Естіген боларсыздар. Баламыз жүк тасымалдайтын мекемеде істейтін. Қытайдың Қорғас деген бекетінен бері шыққан соң, біраз елді мекеннен кейін иен дала басталады. Сол жолда келе жатып, алыстан қарсы келе жатқан бір жарықты байқапты. Жақындағанда зер салса, ол да жүк таситын КамАЗ екен. Содан әбден жақындағанда әлгі машина бұлт етіп қарсы жолға шығып кетіпті. Бұл дереу бипілдетіп, жарығын жарқылдатса да өз жолына түсе қоймапты. Сен сонда өзі кінәлі демекшісің ғой, әйелі баж ете қалды. Тайтәрі, сөзді бөлме, айтарыңды сонан кейін айтарсың. Әже ызбарлана қарады. Айта беріңіз. Содан бұл өзі бір шетке қашады ғой. Бірақ ара қашықтық өте жақын болғандықтан, бұның машинасының тіркемесіне ана машина алдымен келіп ұрылыпты. Жедел жәрдем жеткенше балаларыңыздың дәм тұзы таусылыпты. Тауыстық деп ашығын айтсайш, өтірік мүләйімсімей. Әйелі қайта шапшыды. Күйік дегенде оңай емес қой. Болды, әженің әмірі, үні қаттырақ шықты. Болды, шаптық па келін? Өтірік айтса, Құдай көріп тұр. Айтып болдыңыз ба? Айтып болғанда, апатай, басқа не айтайық? Айыбымызды мойындап алдыңызға келіп тұрмыз. Бір жаза болды, кешіріңіздер. Білеміз, азаматтан айырылу оңай емес. Бірақ біздің балаға да жандарыңыз ашысын. Кешірім беріңіздер. Айтқандарыңызды тауып берейік. Кешіріңіздер. Ағаның көзінен жасы шығып кетті. Домбыққан көзін кимешегінің ұшымен сүрткен Инабат апа бізге тағы да бажайлай көз салып шықты да жүгерлі дауыспен сөйлеп кетті.
Озбайтын өмір, тозбайтын темір болмайды екен. Жасаған ем-ай, мен осы қайтыс болған баланың туған анасы болам. Кенжебегім шынымен де сүткен жемеді. 40-тан асқан шағында Кейуана үнсіз егіліп кетті. Аздан соң қайта басын көтеріп қайраттана сөйледі. Мойнын балаларына бұрып сөйледі. Құлдыраңдаған құлыным 40-тан асқан шағында арғы дүниеге аттанып отыр. Атаң қазақ, жаратқан атам деп жылатсаң да ботам деп жылатпа деген. Қайтейін, ботам деп жылап отырмын. Алайда Құдайдың қылғанының бәрі жақсылық деп, тағдырыма тәубе етіп отырмын. Түсінем. Бәріңнің жаның күйіп, бауырларың езіліп отыр. Келінжан, сені де жақсы түсінем. Мен де сендей күнімде жесір қалғанмын. Бірақ кенжебегім біріңе бауыр, біріңе жар болғанмен, оған менен артық жақын ешқайсың жоқ. Өйткені мен оның анасымын. Ол менің 40 жасымда омырауымды иткен балам. 9 ай көтеріп, бебеулеп толғатып тапқан, түн ұйқымды 4 бөліп баққан балам. Сондықтан бұл қазаның иесі менмін. Шешімді өзім шығарам. Не дейсіңдер дегендей, Кейуана бала-шағасын көзімен барлап үнсіз қалды. Отырғандардың арасынан шашына ақ араласқан егде кісі жауап берді. Үлкен баласы болар деп топшыладым. Дұрыс айтасыз, апа. Шешім сіздікі. Айтқаныңыздан шықпаймыз. Онда былай. Егер менің баламды қастықпен әдейі өлтірген болса, онда әңгіме басқа болар еді. Бұлардың жағасында қолым, кеңірдегінде тісім кетер еді. Бірақ бұл жағдай оқыстан болған жағдай ғой. Әйтпесе, бір-бірінде 5 бересі, 6 аласы жоқ 2 азамат айдалада соқтықса ма? Бұл Құдайдың ісі. Жазмыштан озмыш жоқ. Баламның маңдайына жазылған қазасы осы екен. Шебер Құдай, әркімнің жанын өзіндік бір себеп арқылы алады. Сағаты соққан кезде оған ешкімде қарсы тұра алмайды құлындарым. Сондықтан менің айтарым, Құдай салды, біз көндік. Әбдірахман, кешірім хатты жазып беріңдер. Бағанағы кісі басын изеді. Инабат апа бізге бұрылды. Ал қарғаларым, бәрің менің балаларым екенсіңдер. Ештеңелеріңнің керегі жоқ. Кештім құнын құлынымның. Құдай да бізді есіркесін. Әжім торласа да жарқылы қайтпаған жанарынан төгіліп түскен жауһарын кимешегіне түйіп алғандай көрінді маған. Алдымызға келіп, қылша мойным талша деп айыптарыңды мойындағандарыңа Алла разы болсын. Артық ауыз сөз кетсе, көңілдеріңе ауыр алмаңдар. О не дегеніңіз, апа, сізге Алла разы болсын. Әумин балам, айтса да бері қараңдар. Бәріміз не айтпақшы деп аңтарыла қалдық. Ата-баба салтында кірбің түскен көңілді ізін қалдырмай тазарту үшін, шекісіп қалғанды бекіту үшін, жекжатты қатынас орнатуды жөн көрген. Сондықтан менің тілімді алсаңдар, өсіп тұрған ұл қыз бар шығар. Қайта бірін қыз беріп, екіншін келін алып, құда жекжат болыңдар бір-біріңмен. Бұны да ойлап қойыңдар. Ал мына кісілерге дұрыстап ас суын беріңдер. Қазір келем, намазымды өтеп алайын. Далаға беттеген әжейдің соңынан айналайын, апатайым-ай деп көз алмай қарап қаппын. Ойпырмай, осы жасқа келгенше мұндай сұңғыл адамды көрмеген екенмін. Қайғысын қайратына, ашуын ақылына жеңдіре білетін, бойын билеген жан екен. Атына заты сай кісі екен. Көненің көзі асылдың сынығы деген осындай-ақ болар. Баяғыда ел анасы атанған аналарымыз осы кісідей-ақ болған шығар. Шіркін, осылай деген анашым көпке дейін тамсанып жүрді. Апаларымыз қандай, досымды тыңдап отырып, ақ кимешек астынан сені көрем, ақ кимешек жоғалса нені көрем деген Мұқаңның өлеңі ойыма орала берді.